Номері 9 Меркі колледжі білім беру үрдісінде биік белестерді бағындырып келе жатқан оқу ордасы. Ауыл шаруашылығы саласына білікті мамандар даярлауда талай жылдық тәжірибеге ие. Ұстаздарының білімі мен санаты жоғары. Соған сай шәкірттері бақ сынаған байқауларында бәйгені деп бермей келеді. Колледж агросаладан бөлек еңбек нарығындағы түрлі салалар бойынша туындаған мамандарға сұраныстарды өтеп келеді. Сол арқылы заманауи базасы мен маман даярлауда бәсекеге қабілеттілігін айқындап келе жатыр. 2022 жылы жас маман жобасы бойынша республикалық үздік 100 колледждің, сондай-ақ Жамбыл облысы бойынша 10 үздік колледждің қатарына енді. Болашағымызды бағдарлап кемел келешегіміздің көкжиегін айқындайтын іске жұдырықтай жұмылып, үлес қосу білім ордасының негізгі міндеті дейді колледж директоры. Біздің колледжіміз 2004 жылы қайтадан жандандырылды. Колледжімізде 566 студент білім алуда. Қазіргі таңда 7 мамандық бойынша, атап айтсақ фермер шаруашылығы, токарлық ісі, дәнекерлеу ісі, тамақты ұйымдастыру, ақпараттық жүйелер, ЭВМ операторы 566 студент білім алуда қазіргі таңда. Кадрлеріміз бізде жалпы кіші персоналмен бірге 136-мыз, соның ішінде 96 педагогтар мен оқыту өндірістік шеберлері. Кадр тапшылығы жоқ. Қыздар бізде 62, кіші қызметкерлермен бірге 62, соның 48-і мұғалімдер мен оқу өндірістік шеберлері. Жыл сайын қанша студент білім алады? Жылда орта есеппен 150 мен 200-дің ортасында 175, бірде 204, бірде 196. Бағытымыз техникалық ауыл шаруашылық мамандық бойынша бізде фермерлер, тракторист, машинистер, дәнекерлеушілер, тамақты ұйымдастырушылар. Қазір таңда бізге енді сұраныс келіп жатыр. Қыз балаларына тігін ісін жасақ, ұл балаларына автоэлектриктер, ветеринарлар қазір сұраныс келіп жатыр бізге. Орман шаруашылығының